Қойдың құйрығы желінбей морозильниктеріңізде жатып қала ма? Онда осылай әдемілеп қойдың құйрығын чесноктап, тұздап бұрыштайтын боламыз. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бақытты ана каналыма қош келдіңіздер. Бізге ол үшін қойдың құйрығын суығаннан кейін аламыз. Чеснок, паприка, бұрыш, тұз қажет. Қойдың құйрығын осылай араларын кесіп аламыз. Және де қойдың құйрығы туралы айтатын болсақ, өте пайдалы. Сиырдың майына қарағанда қойдың құйрығында 70% холестерині аз. Және де витаминдерге өте бай, А, Б, Е, Д, К витаминдері бар. Және де магний, мед, цинк, натрий, фосфор, калий сияқты микроэлементтерге бай. Қойдың құйрығын көбінесе косметологияда өте жиі қолданады. Және менің видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар. Және де қойдың майын как противовирусная, противовоспалительная тұмау кезінде қолдансаңыздар болады. Балаларыңыз ауырып жатқанда осылай әдемілеп тұздалған, чеснокталған қойдың құйрығын нанға қосып беріп отырсаңыздар өте жақсы болады. Және де табиғи антиоксиданттар ретінде қолдану керек, иммунитетті көтеру үшін. Мен енді тұздап, бұрыштап, сосын чеснок жағып жатырмын. Олай ыңғайсыз, бұрыштары бір жерге жиналып қалады. Сол себепті чеснокты езіп алып, тұзбен араластырып, сосын жағып шығып, сосын бұрыштасаңыздар. Содан кейін осылай паприканы сеуіп, 3-4 сағатқа жылы жерге қойып қою керек. Жаңағы тұз, чеснок, бұрышы сіну үшін. Және де балаларыңыз с удовольствием жейтін болады осындай құйрықты. Міне қойдың құйрығы дайын болды. Енді жылы жерге салафан жауып или беті жабылатын ыдысқа салып қойып қоямыз. Менімен бірге видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын, ем болсын, сау болыңыздар.